Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ футболының жанкүйерлері. Мынау жақында ғана Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы, капитаны Асқат Тағыберген бауырымызға мынау әкім, Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков мырза былай деп айтқан екен. Бұл Асқат ойнай алмайды, 20 миллион зарплата алады айына, түк ойнай алмаса да жатып ішіп жатыр, ана мынау деп, қатындар іске әңгіме айтқан ғой. Енді Асқат Тағыберген Қазақстан ұлттық құрамасына еңбегі сіңген жігіт, көптеген әдемі голдар соқты, еңбегі бар. Енді жас бұрынғы еңбектерінің маңдай терімен сіңірген еңбектерін бәрін ұмытып кетіп, енді жасы келген кезде керек емес сияқты лақтырып тастамақшысыңдар ғой, ол дұрыс емес. Контрактіге отырдыңдар ма, соңына дейін төлеңдер, қатындардың әңгімесін айтпаңдар. Ол қатындар іске әңгіме ғой. Ой, бюджетте ақша жоқ, анау мынау 20 миллион алып жатыр, ойнай алмайды, анау мынау деп. Футболды не разбирайтесь, оған кіріспеңдер. Футболды білмейсіңдер ма, кіріспеңдер. Асқат ол өзінің маңдай терімен тауып атқан ақшасы, 90 минут бойы өкпесін өшіріп жүгіріп, оның да бала шағасы бар, оның да әке шешесі бар, кредиті бар шығар, қайдан білесің. Енді барып айтқан шығар ол, жаңағы әкім Асқатқа барып, давай контрактыны бұзайық, зарплатаның жартысын қысқартайық, ана мынау деп. Енді Асқат келіспеген шығар, оны да дұрыс, оны да түсінуге болады, өйткені оның жаңа айтқандай өзінің бала шағасы бар, өзінің проблемасы бар деген сияқты. Енді біздің жанкүйерлерде Асқаттың еңбектерін бәрін ұмытып кетіп, енді жасы келген кезде любой футболист, любой футболшы жасы келген сайын ол өзінің формасын жоғалтады. Бұрын жақсы ойнаған, еңбек сіңген жігітті олай жерге алып салуға болмайды. Контрактіге отырдыңдар ма, солай до конца төлеңдер. Енді клуб банкротқа ұшырап жатыр ма, бюджетте ақша жоқ па, бұрынғы әкім кім контрактіге отырды, содан сұраңдар. Солар ғой предлагать еткен, осы контрактіге отырған әрбір футболистермен. Бір қазақ бауырымыздың жаңағындай 20 миллион алғанына көре алмай қалдыңдар ма? Жоғарыдағылар миллиардтап жеп жатыр ғой, соларды неге іздемейсіңдер? Конкретно айтқанда, әңгіменің ашығы солай ғой. Сондықтан, құрметті бауырлар, енді қазақ футбол тағы да айта кететін болса, қазақ футбол жайлы. Қазақстанда енді олар легионерлерге төлей бермей, 20-10 миллионша төлегенше әдем стадиондар салыңдар әр қалаға. Стадион осы уақытқа дейін салып тастауға болады. Енді салып жатыр, Қызылордада, Семейде, Шымкентте де басталады дейді. Енді конкретно қашан басталатын белгісіз. Легионерлерге төлеп жатсыңдар, қаншама миллиондап зарплата. Біздің ішкі біріншілікте біздің футболистер енді болотода ойнап жатыр ғой, былай айтқанда. Стадион жоқ, дайын емес, инфраструктура жоқ, алаңдар, раздевалкалардың бәрі быт-шыт жатыр, туалет жоқ дейді кейбір стадиондарда, масқара. 20 миллиондап төлегенше, легионерлерге төлегенше, сол туалеттерін істетпейсіңдер ма? Не масқара мынау? Қазақ елі, аман болайық.